Құрметті достар, бүгін сіздерге мен Инстаграмнан сотка арқылы біреудің тікелей эфирін және историясын қалай сақтау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біз Play Market приложениесіне кіреміз. Story Save деген болады, алдынша соны басамыз и скачать етеміз. Установить. Пока загрузить етіп жатыр, күтеміз. Жүктелді, телефонға ашамыз. Стрелканы басасыз, тағы да басасыз, разрешить. И сосын өзіңіздің логиніңізді жазатын боласыз. Мен өз логинмен кірдім. Енді сізге кімнің эфирі керек, сол адамды сіз іздейтін боласыз. Мысалы, маған осы адамның тікелей эфирі керек. Сол адамның үстін басам. Мына жерде үш сөз шығып тұр. Posts, stories, live streams. Posts дегеніміз, яғни ол адам қандай постты салды, соны скачать етіп алуға болады. Және stories дейді, екінші stories дегені история, сол адамның историясын кіріп, сізге керек болса жүктеп аласыз. А live streams деген сол адамның тікелей эфирі. Мен live streamsті бастым. Міне ол адамда үш тікелей эфир шығып келді. Соның үстін басасыз. Downloading деп тұр алтыншы. Яғни сіздің телефоныңызға жүктеліп жатыр деген сөз.